Баршаңызға сәлем достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен әуелгі сіздерге осы уақытқа шейін көп видеолар салғым келді. Бүгінгі тақырып мен 3 жыл бұрын, яғни 2021 жылы армандар картамды жасаған болатынмын. Сол картамды сіздерге көрсеткім келеді. Негізі бір қызығы, бұл картаны жасағанда мен тіпті қайтсем болады курс сатып алған болатынмын Айнұр Рахметовадан. Ол курста, яғни бізде кітапша болатын. Ол кітапшада жазылғандай бізде ол, яғни біз жасаған армандар картасының 3 жыл көлемінде мерзімі болады. Яғни сен картаны жасайсың, карта желанияны, ал оны сен 3 жылдың ішінде орындауың керек. Яғни бір қызығы, мен өмірімде көп нәрселерді өте қатты арманшылмын, өте қатты қатарымдағы адамдардан да тіпті арманшылмын, тіпті қиялға да бет ұратыным бар. Бүгін сіздерге осы армандар, яғни картамды көрсеткім келеді. Карта желания деп те атайды бұны. Бұл көріп тұрғандарыңыздай үлкен, басқа кісілерге білмеймін қандай болатын. 3 жыл болғаны көрініп тұр ғой енді. Қазір 2024 жыл, яғни бітіп жатыр. Алла қаласа 2025 жылғы жаңа карта жасайтын боламыз. Және бүгінгі видеода сіздер көретін боласыздар. Жалпы армандар картасы шынымен де маған көмектесті ме? Жалпы адамдарға бұл қаншалықты көмектеседі, қаншалықты эффективнесі бар, оны шынымен орындауға бола ма? Соны көретін боласыңыздар менімен бірге. Қараңыздар, бұл менің армандар картам. Көрініп тұрғандарыңыздай 3 жыл шынымен де өткен. Уже ескіріп, жыртылып, майысып, неше түрлі сыртынан скотчтар қаптадым. Осы картаны шыны керек, бұл бір жерде шаң басып жатқан жоқ болды. Мен қай жерде жүрсем де, тіпті универ бітірдім бе, әлде квартира ауыстырдым ба, Көкшетауда, Астанада, өзім үйімде всегда осы картамды мен іліп қоятынмын. Және оған қарап, менің келесі қандай мақсатым бар, қандай мақсатыма қол жеткізе аламын деген сияқты ойланатын болдым. Қараңыздар, бұл карта желанияда 9 пункт бар. Ол шетте, мысалы, біріншісі ол қайтсам болады, байлық, әрине, даңқ, махаббат және отбасы, өзің, яғни ортасында өзіңнің суретің болу керек. Одан кейін мұнда хобби бар, даму деген де бар. Мен сіздерге кейін жақыннан түсіретін де болам. Мансап және саяхаттан тұрады. Шыны керек, 2021 жылы мен өзім SMM деген курсты сатып алған болатынмын. Бұл менде VIP курс болды. Мен өмірімде ондай білімге ақша құймаған және ондай табыс таппаған едім. Яғни SMM курсты мен тоже сол Айнұр Рахметовадан 200 мың теңгеге сатып алған болатын. Мен VIP группасында болдым. Бір ай сол сабақты өткізіп болғаннан кейін бірден табыс таптым. Бірақ әрине бірден көп тапқан жоқпын. Мен Көкшетауда болдым біріншіден, ол жақта кішкене аз төлейді деген сияқты. Одан кейін өзімнің де басқа да нюанстарым бар деген сияқты. Бірақ осы 2021 жылы мен тоқтамадым. Мен SMM болып осылай осы күнге шейін және әлі де істеп келе жатырмын. SMM сол кезде менің бірінші ойым не болатын? Мен өзімнің базалық қажеттіліктерімді жапқым келеді. Әрине ол кезде мен 42 мың теңге стипендия алатын едім. Әрине, может, оны жеткізуге болады, бірақ оны мен қанағаттанып соңына дейін жүруге болмайды. Бір жағынан басыңды істетіп, бір жұмыс істеп көру керек болды. Мен ол кезде мүлде официант болуды мүлде ойламаппын, шыны керек, вообще ойламаппын. Неге? Өйткені мен мектеп бітіргеннен кейін менің мектебім кішкене даңқты мектеп. Ол мектепте мен ешқандай сыныптасымның мен официант болып жұмыс істедім деген сөзін естіген емес, мүлде. Менің сыныбымдағылар немесе өздерінің бір сабақтарын сататын, сабағы үйретіп, сондай сияқты істермен айналысатын, яғни сондай бір репетитор болатын деген сияқты. Мен енді сондай ортада өскен екен, официант болуды ойламадым. Бірақ өмірімде бір-екі рет болып көрдім, но бірақ мен оны бір аптаға жетпей тастап кеттім. Қараңыздар, сонда мен байлық деген нәрсені бірден таңдаппын. Мұнда байлық, бұнда нелер орындалды менде? Мұнда iPhone жазып қойыппын, және ақша кәдімгідей. Одан кейін мұнда Dyson және MacBook.
Және мынандай қыздардың Victoria's Secret біз жақсы көреміз ғой. Там Louis Vuitton сонда брендтерден бір білмеймін алтын сатып алу деген сияқты ма. Бірақ алтын сатып алу мүлде ойыма келді, бірақ сатып алу мақсатында болмапты. Менің 2021 жылдағы ең үлкен мақсатым ол iPhone алу болатын. Мен шынымен қатты iPhone алып келетін. Қасымдағы қыздарға қызығатын. Әрине, олар енді жұмыс істемейтін, но енді түсетін. Мен өзімді түсу үшін емес, жұмыс істеу үшін және өзімнің сол тауып жатқан табысымды арттыру үшін, мысалы, качество жағынан деген сияқты iPhone сатып алғым келетін. Бірақ оны мен сатып алмадым, оны маған анам алып берді. Одан кейін мұнда мен MacBook алдым. MacBook'ты мен өзім алдым, бірақ так, былайша айтқанда сатып алдым десем де болады. Өйткені мен ақшасын прям 1,5 айда шығарып алдым. Одан кейін келесі мұнда бізде даңқ деген нәрсе бар. Былайша айтқанда мен мысалы бір үлкен форумдарда бір маркетолог, там SMM болып сөйлеу деген сияқты болады, немесе нетворкинг. Бұл жалпы болды менде осы жазда, бұл орындалды кейбір заттары. Келесі птичка оймаппын просто. Келесі бұл махаббат бізде. Мұнда махаббат деп жазылып тұр. Махаббатқа менің шыны керек мүлде уақытымда, вообще желаниемда жоқ. Мен негізі ешқашан ол затты ойлап көрмеппін. Өйткені ол өте ответственный зат. Келесі отбасы, тоже өзімнің отбасымды құру. Бұны мүлде ойламадым. Және бір қызығы, басында мен осы картаны жасағанда мен мүлде махаббатты қоспадым. Отбасында қоспадым. Неге? Басқалар сұрайтын, неге сен махаббат жазбадың, неге байлықты жаздың, ал махаббат жазбадың? Біздің адамдар қазір көбісі ойлайды, байлықтан қарағанда махаббат жақсы деген сияқты. Жоқ, адамның өзінің бірінші базалық қажеттілігі жабылғаннан кейін ары қарай эмоционалды қажеттіліктері жабылады десем де болады. Просто заң бойынша мен осы 9 пунктты толтыруым керек болды негізі. Сатып алғаннан кейін бұны еще мен 8.000 теңгеге сатып алдым. Сол 2021 жылы. Басқалар үстімнен күлген бұл үшін. Но это для этого стоило деп па. Келесі ол ортасында өзім. Өзімде қарап тұрсаңыздар, витаминдер ішу, пайдалы таңғас, фитнеске бару, брекет салдыру мен үлкен арманым болды. Фигура барлығы. Мен негізі фигурамен ешқашан қиналмаған адаммын. Аллаға шүкір. Жалпы ешқашан ойыма келмепті, маған азы фигурный болу керек деген сияқты. Бұл менің ешқашан проблемам болмапты. Ойламаймын да шыны керек. Мен өзімді жақсы көрем әуелі. Және бет терісінің күтім. Сол кезден бастап мен 2021 жылы өзіме ухаживать етіп бастадым. Фитнеске бардым. Көзімді емдедім. Менде көзім минус болатын да. Одан кейін келесі менде бұл хобби. Қараңыздар. Хоббида мен не армандадым? Мысалы, сурет мастер-класстарына бару, мейкап деген сияқты. Бірақ бұлардың мейкапқа бардым ба? Мейкапқа кажется, так, мейкапқа мен неге птичка қойғам? Түсінбей қалдым. Так, мейкапқа бармадым ау деймін. Бардым ба? Жоқ, бармадым. Келесі бұл менде даму. Дамуда көп нәрселер өзгерді. Мен курстар сатып алдым, білім жинадым, көп форумдарға қатыстым. Сондай мықты бизнесмен адамдармен кездестім. Осы жазда мен үшін кәдімгідей инсайт жинау болды. Көп адамдардың, әртүрлі жастағы адамдардың өздерімен сұхбаттасып, жалпы өмірде не алды, не алмады, неден қателесті, соның барлығын өзіме сабақ етіп алдым. Даму жағынан мен жақсы жасадым деп ойлаймын. Және мен кейбір жерлерде жұмыс істегенде шыны керек мен яғни видеографияның аржақ бер жағын, яғни базалық бір білімдерін жинадым десем де болады. Мысалы, жарықпен жұмыс істеу деген сияқты. Және өзім графический дизайн курсты оқыдым, Элизабет Техничтікін. Келесі мансап жағы. Бұл енді бизнес құра, осынай деген сияқты. Шыны керек, мынандай нәрсе бар. Егер де сіз бизнес құрам дейтін болсаңыз, сіз біреуге жұмыс жасауды доғаруыңыз керек, реально. Мен бизнес жасағанда былай жасадым, яғни адамның төрт жақтан ақшасы келу керек дедім. Және де сол ақшасы келгеннен кейін, мысалы, бір жақтан сен SMM боласың, бір жақтан тағы бір проект, бір жағынан сен, может, білмеймін, стипендия аласың, бір жағынан сен басқа бір бизнеспен айналысасың деген сияқты. Мен көп нәрселерді жасап көрдім. Спонжиктар саттым, колготки саттым деген сияқты.
Бірақ бір түсінгенім, сен бизнес жасайтын болсаң, ол только өзіңе жұмыс жасау. Ешкімге жұмыс жасамай, өзіңе жұмыс жасау бұл әлдеқайда жеңіл. Ол үшін тұрақтылық керек деген сияқты. Келесі бұл саяхат. Саяхат бұл 9-шы ең соңы, білмеймін неге де ең соңына қойып қойған, керісінше ең бастапқы нәрсе шығар. Тіпті сіз қанша курс оқыма, сен бір саяхаттан кейін кәдімгідей өзгересің. Осы саяхатта қарап тұрсаңыздар, мен Нью-Йорк, иншаллах, Глобал Югард 2022 күт мені августте деп жазып қойған мұнда. Қарасаңыздар болады. Мінекей. Және осы бір қызық нәрсені айтайын, осы саяхат туралы ең менің сондай бір ауыр тақырыптардың бірі неге? Өйткені менің мынандай нәрсе болатын. Мен жалпы кішкентай кезімде ата-анаммен шетелге шығып көрдім деген сияқты, бірақ олай мұхит асып, теңіз асып, онда ештеңе жасамады. Яғни көрші елдер, Россия, Өзбекстан деген жерлерге бардым. Менің бастапқы арманым бұл Турция болатын. Яғни жалпы өзім деңгейімді адам біледі ғой, менің деңгейім сол Турцияға жететінін білдім. Және мен армандайтын сол жаққа баруды, көруді, теңіз көруді қатты армандадым. Содан кейін мен Алланың қалауымен 2022 жылы Турцияға сол саяхатқа бардым. Өзім бүкіл ақшаны өзім көтердім, былайша айтқанда өзім табысым таптым. Ата-анамды, басқа туысқандарымды, достарымды ешқайсысын олай алаңдатып, олардан ақша сұрамадым. Яғни мен досыммен бірге барып келдім. Екеуміз тәуекел дедік те, бірден билет сатып алдық. Бір ай алдын. Ары қарай бізде ақша жоқ, не отельге, не қыдыруымызға, не жеп ішуімізге деген сияқты. Тек қана сол туда и обратно билет сатып алдық та, одан кейін Аллаға тәуекел жасадым. Ол кезде менде дым табыс жоқ. Универдің 3-ші курсын бітіріп жатқан едім. Сол кезде ақшам жоқ, бірақ ең соңғы бір ақшам бар. Одан кейін оны жартысын Каспийден не жасап, яғни былайша айтқанда кредитке алып билетті солай жасаған болатынбыз. Одан кейін төлеп тастадық біз оны. Прям бірден потом, чтобы процентін төлеп отырмау үшін. Сол кезде шыны керек достар, бұл армандар картасында жалпы жасағаннан кейін әрине еңбек ету керек. Және де бір нәрсесі, сен әрекет етіп дұрыс, бір жағынан оған сену керек. Яғни сол әрекеттің арқасында сен сол нәрселерді жасай алуың және Аллаға тәуекел етуің. Әрбір істі бастағанда Аллаға тәуекел етіңіздер. Мүмкін бұл видеоны білмеймін, атеистер көретін шығар, осындайды көретін шығар, бірақ сеніңіздер, сіздер дым жасай алмайсыздар. Шыны керек, дұға етіңіздер, амал етіңіздер, сеніңіздер өзіңізге және Алланың сізге беретініне. Және тағы айтқым келетін, сол Турцияға солай барып, ары қарай бірден ақша табылып кетті. Мен уже Астанаға келдім, іздестіріп жұмыс таптым. Келесі айда біз Стамбулға, Анкараға 2 аптаға, біз 2 аптада Турцияда болдық. Почти что бір айдың жартысы ғой ішіндегі. Сол кездегі түсінген нәрсем, саяхаттау арқылы мен өзім көп нәрсені үйрендім. Өзім қатты грубы екенімді, басқа адамдар сондай жұмсақ екенін, және де сен сондай адамдардың ашық және сондай бір шедір екенін көресің. Ол жақта адамдар саған көмектеседі. Мысалы бізде судың өзі бір 500 теңге тұрады, 0,5-тің өзі, ал ол жақта саған біз тіпті бір жақтан затын сатып алмадық, бір услугасын жасамадық, бірақ бізге мысалы қыздар су ішесіңдер ма деп осылай су бергендер де бар. Бірақ әрине су алған кезде де байқап алу керек, ол жағы да бар. Тағы міне мысалы сол жақта мысықтарға, жануарларға жақсы қарайды, оларға қумайды деген сияқты. Одан кейін ол жақта көп бір бизнес жасап жүрген сол жақта адамдармен таныстық, басқа ұлттың адамдарымен көрдік деген сияқты. Маған ең қатты ұнағаны ол мешіттер. Қатты көргім келетін, прям арманыма өзім кәдімгідей дәптеріме жазып қойдым. Мен Турцияның бүкіл мешіттерінде намаз оқығым келеді деген сияқты. Ең мықты Айя София, көк мешіт, сондай. Алладан күніге дұға жасап жүрдім. Содан кейін келгеннен кейін мен түсіндім, что бүкіл дұғаларым орындалыпты. Сенесіздер ме, бұл өте қызық. Және де бір қызық нәрсе, мысалы сол мешіттерде намаз оқып жатқан кезде мынандай болды. Әр түрлі ұлттың адамы бір мешітте, бір дінде әр түрлі
тілдері әртүрлі мәдениетте, этносы әртүрлі, және кожаларының цветтері әртүрлі, біреу ақ, біреу қара, біреу сары, әртүрлі бір расадан тұратын адамдардың барлығы бір Аллаға сыйынып намаз оқу, яғни жамағатпен намаз оқу менің арманым болды Турцияда. Бәріміз бірге бір қатарда тұрып, арамыз ажырамай кәдімгідей. Сол кезде мен сол құпта намазын әлі күнге шейін ұмытпаймын. Мен үшін ең үлкен әсер алдым осы дін жағынан да деген сияқты. Бұл видеоны осындай адамдар да көреді деп ойлаймын. Және білесіздер ме, мен Турцияға осылай бару үшін, осы армандар картамдағы осы мақсатымды орындау үшін мынандай бір дұға еттім. Осы дұғаны сіздер міндетті түрде өз дұғаларыңызға қосыңыздар, өйткені ол менде орындалды. Мен былай тіледім: Алла тағалам, мен сол Турцияда, яғни Стамбул қаласында, Анкара қаласында, сол жақта өзіңе сәжде етіп, намаз оқуды және өзіңе шүкіршілік етіп жүруді маған нәсіп еткізші деп осылай тіледім. Осы дұғам реально орындалды, достар. Шыны керек. Мысалы, әртүрлі нәрсе болуы мүмкін еді. Мысалы, самолет сатып алдың, бір жаман ситуация болып қалуы да мүмкін еді. Немесе бір нәрсе сен ұстап қалуы мүмкін еді. Мысалы, сен ақша таба алмауың мүмкін бе? Мысалы, Құдай сақтасын, бірақ адам әрекет етсе ала береді деген сияқты. Одан кейінгі мәселе ол Америка. Мен кішкентай кезінен армандадым Америкаға бару деген сияқты. Одан кейін Global Yogurt неше түрлі программаларға тапсырдым деген сияқты. Бірақ ең соңында мен өте қатты қорқатын визаға тапсыруға. Оның үстіне ақшам жетпейтін. Бірақ осы жолы мен визаға тапсырдым. Менің бар қалағаным оқуға түсу болатын, ағылшынды дұрыс жетіктіріп, ары қарай тест тапсырып университетке түсу. Өйткені Американың университетінде оқу, оның табалдырығын аттау мен үшін өте үлкен приоритетім болатын. Әлі күнге шейін менің гештальтым әлі жабылмады. Бірақ Алланың қалауымен ол да жетеді деген ойдамын. Егер де мені көріп отырсаңыздар, мен үшін дұға жасап қойсаңыздар, егер де сіздерге қиын болмаса, мұсылман адам, мұсылман бауырына жасаған дұғасы міндетті түрде қабыл болады және өзіне де келеді еселеніп деген сияқты бар емес пе? Сол Америкаға оқуға қатты қызықтым, және бірақ визадан отказ алдым осы жылы. Бірақ, достар, менің бір қызығатыным, бұл арманды мен орындадым деп жазып қойдым. Неге? Өйткені бұл арман үшін мен осы соңғы 5 жылда реально еңбектетіндім. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы арқылы болсын, басқа волонтерлік программаларға қатыстым, басқа да сондай exchange программдарға документтерімді жібердім, университетке жібердім деген сияқты. Бірақ соңында тағы оларды қойып жарайды деп, ең соңында языковой курсқа жібердім деген сияқты. Ешқайсысы болмаса да, бірақ мен оны болды дедім. Неге? Өйткені мен сол жақта, яғни адамдармен жұмыс жасап, мен награда алдым. Құттықтап қойсаңыздар болады. Ол награда менің жанымда емес, менің қасымда емес. Ол награда қазір Америкада, Орландо қаласында тұр. Бір қазақ қызының үйінде. Ол қазақ қызы өте керемет жан. Ол кісі туралы да, және ол кісіден үйренгенде туралы да видеолар жасай аламын. Қалайтын болсаңыздар, өте қызық оқиға. Сол көп Fashion Week-тардан осылай марапаттама алдым. Мен ең үлкен Орландо International Fashion Week-тен награда алдым маркетолог ретінде. Яғни онлайн ұйымдастырып, оған деген визажистерді жинап жан-жақтан деген сияқты организация жағынан көмектестім десем де болады. Одан кейінгі мәселе ол, яғни сол сайттан мен туралы кішігірім ақпарат, яғни мақаланың шығуы, яғни официальный американский сайттан мен туралы ақпарат шықты. Бұл мен үшін өте үлкен қуаныш болды. Мен қатты қуандым, Аллаға шүкір еттім. Менің қазір ол жақта болмасам да, мені мадақтаған грамота сол жақта бар. Демек, мен арманымды орындадым. Яғни, жарайды, офлайн болмаса да, мен онлайн арманымды орындадым. Америкада, Қазақстанда тұрып, Америкада да атым шықты, альхамдулиллах деп айтқым келеді. Және, достар, сіздер бәр нәрсені күтіңіздер, барлық нәрсе болады. Армандар картасын сіздерге көрсеттім. Бұл жалпы бір жақсысы, достар, менің мұсылман достарым, ол Аллаға ширк етпеу. Яғни бұл армандар картасы мен арманымды апарады деген нәрсені, яғни доғарыңыздар, ширк етпеңіздер, только Аллаға сеніңіздер. Бұл жалпы сіздің бұлайша айтқанда жазып қойған бір затыңыз деп түсініңіздер. Және сіздерге айтқым келетіні,
қалам сүресі бар, иә. Қалам сүресінде Алла тағала не дейді? Ол сүреде айтады, яғни жазғандарға, яғни ант деген сияқты. Яғни қалам алып, былайша мағынасын келтіріп берейін, нақты білмеймін, қалам алып жазғандарға ант. Осы сөзден көруге болады, яғни біз сызған дүниенің барлығы ол міндетті түрде орындалады. Және де психолог, сондай мықты адамдардың көбісі, егер адам өзінің мақсатын, арманын жазса, кәдімгі ниет толыққанды, әшейін жазғанның өзі сол арманның 80%-ін орындады, яғни мақсатына жетті деп біледі екен. Енді мен жақында армандар картасын жасайтын боламын. Бірақ ойламаңыздар, бұған мен оңай жеткен жоқпын. Мен күні түні жасадым, таңғы сағат 5-те тұрып ояндым деген сияқты. Менің арманым өте қатты үлкен болды. Яғни жақын араларда бұдан да жақсы жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Сол, сіздерге көп рахмет. Көргендеріңізге лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Немесе сіздер армандар картасын құрған шығарсыздар. Міндетті түрде басқа кісілерге де жіберіңіз, мүмкін армандап жүрген адамдар бар шығар. Бұл ақпарат пайдалы болады деп үміттенемін. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.